Армысыз құрметті көрермен, сіздермен бірге Қазақ Ньюс апта жаңалықтар легін ұсынамыз. Оқушылар арасында сколиоз дерті 2 есеге артқан. Аталған олқылықты шешу үшін министрлік қандай ұсыныс жасады? Тоқаев Қазақстан мен Вьетнам арасындағы визасыз режимге қол қойды. Келісім Қазақстанға несімен тиімді? Жамбыл облысында төтенше жағдай жарияланды. Шаруалардың жағдайы қаншалықты нашар? Жекеменшік мектеп басшылары мемлекеттен беретін қаржы көлемін көбейтуді сұрап отыр. Бұл шамадан тыс ашкөздік пе, әлде расымен мұқтаждық қысып бара ма? Индонезия халқы қашықтан жұмыс істеуге көшті. Мемлекеттік қызметкерлерді қашықтан жұмыс істеуге не итермеледі? Толығырақ біздің арнада. Оқушылар арасында сколиоз 2 есеге артқан. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі қаржы және бюджеттік жоспарлау департаментінің директоры Ғалымжан Молдаш айтты. Сколиоз дертінің 2 есеге артуына себеп оқушылардың бойы мен жас ерекшеліктерін ескермей мектеп жиһазына отырғызу. Сол үшін мектеп жиһаздары жылжымалы және оқу процесінің нақты мақсаттары мен міндеттеріне бейімделуі тиіс. Аталған олқылықтарды шешу үшін бірнеше ұсыныс жасалды. Бұдан былай жиһаздардың көлеміне баса назар аударылады. Сонымен қатар физикалық жүктемені азайтып, ыңғайлы болу үшін оқу құралдары ауыстырылып, киім сақтауға арналған жеке шкафтар барлық мектепте қарастырылатын болады. Сондай-ақ ерекше балалар үшін әрбір мектепте пандус, көтергіштер және лифтілер қоса салынатынын атап өтті. Үкіметаралық келісімге сәйкес қазақстандықтар Вьетнамда, ал вьетнамдықтар Қазақстанда шекарадан өткен сәттен бастап 30 күн немесе 90 күн жүре алады. Визасыз режим елге турист тартудың басты жолы. Шырайлы өлке табиғатымызды көрсетіп, туризм саласындағы кәсіпкерлерді қолдауға жақсы мүмкіндік. Мәселен, биыл қаңтар мен шілде айында еліміздегі қонақ үйлерге 700 мыңға жуық шетел азаматы келген. Туристердің басым бөлігі Алматы, Атырау, Маңғыстау қонақ үйлерінде аялдаған. Атап өтейік, Қазақстанға әлемдегі 86 елдің азаматы визасыз кіре алады. Премьер-министрдің өкімімен Жамбыл облысы Байзақ, Қордай, Меркі, Тұрар Рысқұлов, Жамбыл және Талас аудандарында қалыптасқан қуаңшылыққа байланысты төтенше жағдай жарияланды. Алдын ала есеп бойынша 9500 гектар алқап қуаңшылықтан күйіп кеткен. Шығын көлемі шамамен 3,8 миллиард теңге. Әсіресе жуа, сарымсақ, қант қызылшасы алқаптарына айтарлықтай залал келтірілген. Сондай-ақ өндірілетін шөп, асқабақ, қызанақ, қияр және сәбіз үлесі айтарлықтай көп. Айта кету керек, дәнді дақылдар мен өсімдіктердің залал келуіне байланысты алдағы уақытта баға өсуі мүмкін. Жамбыл облысы әкімінің орынбасары Қанатбек Мәдібек тиісті үкім қабылданғанын айтты. Республикалық бюджеттен қаржы келіп, ауыл шаруашылығы басқармасының есеп шотына түсуі керек. Оның айтуынша, құжаттар тапсырып үлгермеген шаруалар 15 қыркүйекке дейін қабылдап, таулар жұмыстарын жалғастырмақ. Шымкенттегі жекеменшік мектеп басшылары мемлекеттік тапсырыс бойынша берілетін қаржы көлемін ұлғайтуды сұрап отыр. Жекеменшік мектеп иелерінің айтуынша жан басынан бөлінетін қаржыландыру жүйесінен түсетін бюджет барлық шығындарды өтеуге жетпейді. Мәселе, мемлекет жылына әр оқушыға 445 мың теңге төлейді, ал мемлекеттік мектептер қосымша 127 мың алады. Мұндай жағдайда мемлекеттік мектептермен бәсекелесу қиын. Кәсіпкерлер тең жағдайда жұмыс жасағылары келеді. Сонымен қатар жекеменшік мектеп басшылары басқа да шығындарын мемлекет өз мойнына алуын сұрап отыр. Әлемде ауасы ең лас қала Индонезия астанасы Джакарта. Ресми дерек бойынша биыл Джакарта қаласында 8 мыңға жуық адам осы себептен көз жұмды. Мұндай мәліметті жуырда Швейцарияның IQ Air зерттеу ұйымы жариялады. Ғалымдардың айтуынша көліктер ауаны көп ластайды. Сол үшін қызметкерлер де, дәрігерлер де қашықтықта жұмыс істеуге мәжбүр. Қала тұрғындары сыртқа шықпау керек екенін ескеріп, 21 қазанға дейін қашықтан жұмыс істеуге көшті. Апта жаңалықтар легі осы. Ақпараттардың толық нұсқасын қазақnews.kz сайтынан оқи аласыз. Келесі жүздескенше.